Қайырлы күн қыздар. Кейде таңғы түскі ас кезінде қарнымыз ашып бірдеңе жегіміз келіп тұрады ғой, сол кезде осы картофельный трәниктерді жасауға кеңес беремін. Құрамында аса көп затты қажет етпейді, бізге пияз, картошка, жұмыртқа болса жеткілікті. Ең алдымен картошкаларымызды осылай теркадан өткізіп алатын боламыз. Одан кейін пиязымызды ұсақтап турап, барлығын бір ыдысқа жинақтаймыз. Үстінен бір жұмыртқа, ұсақтап туралған укроп қосатын боламыз. Укроп қалауларыңызша қоспай да, қосып та жасасаңыздар болады. Одан кейін татымына қарай тұз және де 2 қасық ұнымызды салып, массаны біркелкі болғанша араластырып аласыздар. Осымен массамыз дайын болды. Сковородканы отқа қойып, аз ғана май құйып қыздырып алатын боламыз. Қызып тұрған майымызға қасықтың көмегімен дөңгелек форма жасай отырып салып алатын боламыз. Отымызды жай қойып, екі беті қызарғанша пісіріп аламыз. Тез дайын болады. Қасына гарнирге жаңағындай күріш, гречка қойып ұсынсаңыздар да болады. Өзін қаймақпен жесеңіздер де өте дәмді. Осымен дайын болды. Барлығыңызға ас болсын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар.